Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгін құмырсқаның илеуінің адам денсаулығына пайдасы туралы айтамыз. Құмырсқаның бірлігі мен тірлігін берсін дейді халық даналығы. Құмырсқа илеуі, екінші сөзбен айтқанда, топтасқан құмырсқалар ұясы әдетте топырақтан, қылқан жапырақтан жасалады. Ол құмырсқалардың тамақ қалдықтарымен шымдалады. Оның құрамында сілекейлі у көп. Бір-біріне жабысып жымдасқан құмырсқа илеуін кез келген долы жел, қар суыратын дауыл да ұшыра алмайды. Ертеректе аңшылар қара суық жаңбырлы күз бен қақаған қыста құрған қақпандарын шаппай қалмау үшін айналасын құмырсқаның илеуімен көмкеріп тастаған. Өйткені илеу қандай суықта да қатпайды. Қақпаның қандауызын қатырмайды. Сонымен қатар ол аң атаулыға темірдің иісін сездірмейді екен. Құмырсқаның илеуі халық емінде жан-жақты қолданылады. Құмырсқалар өз илеуін ағаштың, түбірдің немесе бұтаның оңтүстік жағына салады. Илеудің оңтүстік жағы түйетайлы, солтүстік беткейі одан гөрі қиялау келеді. Құмырсқаның илеуі буын ауруына шалдыққандарға бірден-бір ем. Ол буынға жиналған сары суды сорып алады. Илеу қақаған суықтың өзінде де бір қалыпты жылылығын сақтайды. Қыста үсік шалған адамның аяқ-қолын илеумен сыласа, онда екінші рет үсімейтіндей төзімділік пайда болады. Ара, шыбын-шіркей шаққан жер асқынып, жараға айналса, илеуді сулап, немесе маймен жұмсартып, жарақатқа таңып тастайды. Мұндай әдісті буындарға тұз жиналған жағдайда да қолданады. Илеуді өкшеге тұз жиналғанда қара бидайдың ұны мен жегі жұмыртқаның сары уызы, қара тұз, жылқының немесе өсімдік майымен араластырып тартқан тиімді. Құмырсқаның уын өкпе, құрт ауруларына пайдалануға болады. Алайда бұл айтылған тәсілдердің бәрін халық емшілерінің ұсыныс кеңесі бойынша белгілі мөлшерде қолдану қажет. Өз бетінше әрекет ету қауіпті. Кезінде Комт дейтін француз әйелі ғажап тәжірибе жасапты. Ол құмырсқаның илеуіне жанып тұрған шырақты қойған екен. Құмырсқалар сілекейін шашып, шамды 10 минуттың ішінде сөндіріп үлгеріпті. Осының бәрі қоғамшыл жәндіктің бойындағы ұйымшылдық, емдік қасиеттерін білдіргендей. Оның әлі де ашылмаған, анықталмаған құпия сырлар жетерлік. Ең бастысы, адамзат баласы кішкентай ғана құмырсқаның белгілі бірлігі мен тірлігіне үлгі алса. Көктем қылт етіп, күн жылынғалы, қара құмырсқа іннен шығып, қауырт жұмысынан қызу кіріседі. Құмырсқаның адам денсаулығына пайдасы көп. Тынымсыз осы бір жәндіктің неше түрлі ауруға таптырмас ем екенін көбіміз біле бермейміз. Ұзындығы бар жағы 13 мм болатын, жылтыр қара, кіп-кішкентай ғана қос мүйізі бар қара құмырсқаның еркегі үлкен, ұрғашысы кішірек болып келеді. Осы құмырсқаның бойында адам денсаулығына аса пайдалы у болады. Оның илеуі де ем болады. Балалардың алқым безінің жұқпалы ісінуінде немесе басқа да ісіктердің асқындырмас үшін мына емді есте ұстаңыз. Таңертең ерте, күн шықпас бұрын құмырсқаның илеуіне керегінше алып, суға шымырлатып қайнатып алып, әбден суыған соң илеуді шүберекке орап, ісінген орынға таңса ісік қайтады. Балтыр сыздағанда оның илеуіне аяғын салып отырып ем қабылдауға болады. Сол кезде адамның бойындағы ауруды құмырсқа өзіне тартып алатын көрінеді. Олардың денесінде 70-тен астам амин қышқыл дәрумендері бар. Қазіргі кезде Қытайда одан аса бағалы асықтық дәрілік қасиеті бар препараттар дайындалады. Дәрілердің буын аурулары мен қант диабетін емдеуге, қан қысымын реттеуге әсері зор. Кішкентай ғана тіршілік иелері жұқпалы аурулармен ауырмайды, пайдалы болатыны сондықтан.
Егер балаңыздың алқым безінің жұқпалы ісігі болса, онда құмырсқа илеуін керегінше алып қайнатып шүберекке таңып ауырып тұрған жеріне басыңыз. Мұндай ем түрін жәндік шаққанда ісікті, уытты қайтару үшін де аяғыңызға жара шығып мазаласа қолдануға болады. Сіздерге берілген ақпарат ұнаса, каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.